Тура сұрақ Қуат. Тура жауап бер. Ешқандай сұрақтан қашудың керек емес. Ардақ Назаров 3 дүркін әлем чемпионы екен, рас па? Енді оны Ардақ Назаров 3 дүркін әлем чемпионы екенін, оны мен оның қасында жүрген жоқпын ба, мысалы? Мен оның қасында жүрген жоқпын. Жоқ, енді сіздер енді әріптестерін білу керек қой. Иә, жоқ. Мен де сендер сияқтымын ғой, естуім бойынша, өзінің айтуы бойынша чемпионмын дейді енді. Оны енді чемпион ба? Жұрттың айтуы бойынша. Енді жұрт былай деуі мүмкін, қасындағы жүрген адамдары, жаңағы спортта бірге жүрген бауырлар басқаша айтуы мүмкін. Бірақ мен оны Ардақтан өзінен былай сұрамағаннан кейін мен оны қазір айта алмаймын. Өйткені мен қазір ол Ардақ чемпион емес деп айтсам, ол дұрыс емес болады да, өйткені мен онымен өзіме сөйлескен жоқпын. Ол түсінікті. Назаровтың залындағы айналысатын осы 70 келідегі бір жігіт қандай оймен тастаған білмеймін, өзіңе былтыр вызов тастады. Қуат Хамитов енді действительно керемет, өзіңе көп алатын болсаң, келмеймен шық деп. Енді бұл жерде бәлкім Қуат Ардаққа ұнамай жүрген шығар деген әңгіме да? Қазіргі заманда енді бәріне ұнау мақсат емес қой, бәріне ұнай алмайсың да. Сен қанша жерден мықты жақсы адам болсаң да бір ұнатпайтын адамдар тауылып тұрады. Сол себептен менің ұнатпайтындары да бар, ұнататындар да бар. Жалпы мақсат ұнату емес, мен жалпы мақсатым өзім алдыға қойған арман мақсатыма жету. Ал енді мен біреуге ұнамауым да мүмкін, ұнамайтын да шығар мүмкін. Жақсы, керемет.